Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Енді өздеріңіз білесіздер, бүгінгі біздің отырысымыз авторлық бағдарлама бойынша үш ауданға облыс көлемінде таратылым болады. Енді бізде қазір Мақаншы ауданы, сосын Жаңасемей ауданы, Аягөз ауданы, үш ауданға біз жауаптымыз. Мен өзім білім бөлімінің әдіскері, осы химия биология бойынша Сантайбаева Аян Өртбаевна боламын. Біз енді өзіміздің Аягөз ауданынан мұғалімдерінен бастасақ, оның ішінде мен биылғы аттестациядан өтетін мұғалімнің бірі өзім болам. Менің еңбек өтілім 29 жыл. Номер 1 орта мектебінің химия пәнінің мұғалімі Сантайбаева Аян Өртбаевна, педагог зерттеуші. Сіздерге естіліп тұр, әріптестер? Егер де Zoom-ның уақыты бітіп қалған жағдайда, жаңағы сіздерге берілген сілтемемен біз қайта қосыламыз. Менің авторлық бағдарламам 9 сынып оқушыларына арналған, тақырыбы медицина және фармацевтикалық химия, денсаулыққа арналған инновациялар болып табылады. Бұл курсымның мақсаты оқушыларға медицина және фармацевтикалық химиядағы инновацияларды терең түсіндіру, оларды денсаулықты сақтау саласында маңыздылығын көрсету. Былай шықты керек, Жоқ. Былай алсаш. Бұл элективті курс медицина және фармацевтикалық химия, денсаулыққа арналған инновациялар тақырыбына бағытталып, медициналық химияның заманауи жетістіктері мен инновациялық әдістерін қарастырады. Курс барысында оқушылар дәрілік заттардың химиялық құрамы, олардың адам денсаулығына әсері, сондай-ақ биотехнология мен нанотехнологияның медицинаға рөлі туралы білім алады. Нәтижесінде оқушылар медициналық химияның практикалық қолданысын түсіндіріп, ғылыми жаңалықтардағы бағалауға қабілетті болады. Бағдарлама негізі Қазақстан Республикасының мемлекеттік білім стандартына, типтік оқуды бағдарламасының оқу жоспарына сәйкес жасалынып отыр. Енді бұл элективті курстың міндеті: бірінші, оқушыларға дәрілік заттардың химиялық құрамын және олардың ағзаға әсерін түсіндіру, химиялық элементтердің адам денсаулығына тигізетін ықпалын талқылау, органикалық және биорганикалық қосылыстардың медицинаға рөлін зерттеу, биотехнологияның және нанотехнологияның медицинада қолданылуын түсіндіру, заманауи диагностикалық және хирургиялық әдістерде қолданылатын химиялық заттарды талдау, дәрі-дәрмектердің клиникалық сынақтарының кезеңдері және этикалық аспектілерін түсіндіру, қоршаған ортаны химиялық ластануын, денсаулыққа әсерін зерттеу және химиялық қауіпсіздіктің маңыздылығын түсіндіру болып табылады. Енді бұл курстың ғылыми жаңалығы қандай? Курс оқушыларға медициналық химияның соңғы жетістіктері мен инновациялар туралы ақпарат беріп, олардың денсаулық сақтау саласындағы ықпалын көрсетеді. Сонымен қатар және жаңа білім игеруіне мүмкіндік береді. Өзектілігіне де қазіргі уақытта медицина мен фармацевтикалық химия денсаулық сақтау саласында маңызды рөл атқарады. Дәрілік заттардың жаңа түрлерін жасау, диагностикалық заманауи әдістер мен химиялық заттарды қолдану адам денсаулығын жақсартуға ықпал етеді. Сондықтан да бұл курс оқушыларға заманауи медициналық технологиялар мен олардың химиялық негіздерін түсіндіруге үлкен мүмкіндік береді деп ойлаймын. Енді бұнда күтілетін нәтиже қандай? Оқушылар медицина мен фармацевтикалық химиядағы негізгі ұғымдарды меңгеріп, химиялық элементтердің адам ағзасына әсерін түсінеді. Олар дәрілік заттардың химиялық құрамын талдап,
заманауи медициналық технологияларды қолданатын химиялық заттарды түсіндіреді. Биотехнология мен нанотехнологияның медицинаға рөлін игеріп, медициналық химиядағы этикалық мәселелерді талқылайды. Сонымен қатар, қоршаған ортаны химиялық ластануының денсаулыққа тигізетін әсерін бағалай отырып, химиялық қауіпсіздіктің маңыздылығын түсінеді. Енді бұл курстың бағдарламасына келетін болсақ, бізде 5 бөлімнен тұрады. Оның бірінші бөлімі медицина және химия негіздері. Бұнда 6 тақырып қаралады. Бірінші, медицинадағы химияның рөлі, химиялық элементтердің адам денсаулығына әсері, дәрілік заттардың химиялық құрамы, органикалық және биоорганикалық қосылыстардың медицинадағы рөлі, химиялық реакциялар және олардың биологиялық маңызы, медицинада қолданатын химиялық зерттеу әдістері. Екінші бөлімде фармацевтикалық инновациялар, бұл бізде 7 тақырыпқа арналған. Дәрілік заттардың жаңа түрлері, биотехнология мен медицина, гендік терапия, вакциналардың жаңа буыны, антибиотиктер және олардың эволюциясы, дәрі-дәрмектердің клиникалық сынақтары, биологиялық белсенді қосылыстар және олардың медициналық қолдануын оқытамыз. Үшінші бөлім бізде 7 тақырыптан тұрады. Ол үшінші бөлімнің тақырыбы диагностикалдағы химиялық әдістер. Бұнда зертханалық диагностика және химия, химиялық талдау әдістері, қан талдауындағы химия, ультрадыбыстық диагностика және химиялық заттар, радиациялық диагностика және химия, нейрохимиялық зерттеулер және молекулалық диагностика. Төртінші бөлім экологиялық химия және денсаулық деп аталады. Бұл 7 тақырыпты меңгерген бөлімде. Бірінші, қоршаған ортаның химиялық ластануы, химиялық қауіпсіздік және денсаулық, су сапасының химиялық көрсеткіштері, ауа сапасы және оның химиялық құрамы, топырақтың химиялық құрамының денсаулыққа әсері, экологиялық факторлар және токсикологиялық қоршаған ортадағы химиялық мониторинг әдістері. 5-ші бөлім 7 тақырыптан тұрады. Тақырыбы медициналық химиядағы болашақ инновациялар. Бұнда нанотехнология мен медицина оқытылады. Жасанды интеллект және дәрі-дәрмектер жасау, болашақ дәрілік заттар, биопринтинг және органогенез, ДНК мен басқарылатын дәрілік заттар, роботталған хирургия және химия, және ең соңғысы 34 сағатта медициналық химиядағы этикалық мәселелер қаралады. Енді әріптестер, бұл жерде бізде именно 9-шы классқа алып отырған себебім, 9-шы классында өздеріңіз білесіздер, бізде халықаралық зерттеулер және пиза болады, және МАДО деп жатамыз, ББЖМА. Білім алушылардың білім жетістіктерін мониторингілеу өтеді. Сондықтан да осы біз оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру мақсатында бұл элективті курс осы 9-шы сыныптарды таңдап алған себебім сол. Назарларыңызға көп рахмет. Енді маған сұрақтарыңыз болса қоюға болады. Әріптестер, сұрақтарыңыз жоқ болса, келесі мұғалімге сөз берейік. Бізде келесі номер 1-ші орта мектебінің биология пәнінің мұғалімі Мұстафина Анар Тұрсынова, педагог зерттеуші. Сөз кезегі сізде. Рахмет, Аян Нұртайна. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Абай облысы Айкөз қаласы номер 1-ші жалпы білім беретін орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің биология пәнінің мұғалімі Мұстафина Анар Тұрсынова. Педагог зерттеушімін, еңбек өтілім 22 жыл. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы биология пәнде тірі ағзалардың көптірлігін медиа сауаттылық арқылы оқуға үйреттіру. Авторлық бағдарламама пікір жазғандар: Алматы авиациялық академиясының аға оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі, PhD доктор, тәлімгер ғылыми әдістемелік орталығының директоры Қондыбай Медет Манасұлы және республикалық спорт мектебінің биология пәні мұғалімі, педагогика ғылымдарының магистрі, педагог зерттеуші Буда
Активтер техникалық ахуалын жатқызуға елестегіш 30 секунд. Сіздерге естіліп тұр ма? Бағдарламамның мақсаты биология пәнінде естіліп тұр, кешір. Жақсы, рахмет. Медиа сауаттылығы арқылы оқуға үйрету арқылы оқушылардың білім біліктіліктерін арттыру міндеттері. Тырағызылардың көптірлігі туралы тақырыпты тереңдете оқуды қалыптастыру. Тырағызылардың негізгі топтарын вирустар, бактериялар, саңырауқұлақтар, өсімдіктер, жануарларды ажырату және олардың көптірлігі мен рөлін түсіндіру. Тырағызылардың әртүрлі патшалықтар мен топтарын сипаттау және жіктеу. Тырағызыларға қатысты әртүрлі ақпарат көздерін, интернет дерек көздерін, бейнематериалдарды қолдана отырып, мәліметтер табу, сұрыптау және салыстыру. Биологиялық тақырыптар ақпараттарын бағалау, жалған немесе манипулятивті деректерді ажырату, дағдыларын қалыптастыру. Ақпараттарды визуалды түрде, постер, презентация, инфографика, ұсыну және дәлелдеу. Әртүрлі ақпарат көздеріндегі тырағызалар туралы мәліметтердің дәлдігі мен сенімділігін салыстыру, талдау жасау. Тырағызылардың көптілігіне құрметпен қарап, табиғатты қорғауға бағыттау. Бағдарламамның өзектілігі аталған тақырып әлемдік білім беру үдерісінде 19 ғасырдың 70 жылдарынан бері өзекті. Отандық білім берудің сапасын жақсарту, әдістемелік негізін
өзгерту, баланың қажеттіліктерін зерттей отырып, тырағызылардың көп түрлілігін медиа сауаттылық арқылы оқытуда жаңа дағдылар мен қызығушылықты ояту кезінде өзекті. Жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында медиа сауаттылық арқылы функционалдық сауаттылықты арттыру білім жүйесінде маңызды. Бағдарламаның жаңалығы, педагогикалық жаңалығы оқу сапасын арттыру үшін белгілі бір педагогикалық тәсілді оқыту мен оқу тәсілдерін қалай дамытуға болады деген мәселені шешу үшін оқушылардың білімді қалай игеретінін зерттейді. Психологиялық жаңалығы 14-15 жас аралығындағы білім алушыларға медиа сауаттылығы арқылы цифрлық құралдарды тиімді пайдалану, ақпаратты іздеу, өңдеу және тарату дағдыларын қалыптастыру. Күтілетін нәтиже тырағызылардың көптілігі туралы ақпаратты тереңдете түсіндіру және қалыптастыру, сол сияқты тырағызылардың көптілігін, негізгі топтарын вирустар, бактериялар, саңырауқұлақтар, өсімдіктер, жануарларды, олардың рөлін түсіндіру және көптілігін айту. Сонымен қоса жаңа патшалықтарға тоқтала отырып, оларды сипаттау, жіктеу, кез келген ақпараттарды жаңа интернет көздерінен алған кезде оларды нақты дәлелмен ала отырып сұрыптау және салыстыру, биологиялық тақырыптар ақпараттарын бағалау және де дерек көздерін ажырату дағдыларды қалыптастыру. Кез келген ақпаратты визуалды түрде постер, презентация, инфографика арқылы ұсыну және дәлелдеу, әртүрлі ақпарат көздеріндегі тырағызылар туралы мәліметтердің дәлдігі мен сенімділігін салыстыру және талдау жасау. Тырағызылардың көптігіне құрметпен қарап, табиғатты қорғай білуге бағыттау. Яғни, құрметті әріптестер, осы орайда біз осы жазған авторлық бағдарламамда қазіргі таңда интернет желісі, яғни кез келген ақпаратты біз интернет желісі арқылы аламыз, иә. Сол кезде кейбір ақпараттар бізге фейк түрінде, яғни жалған ақпараттар таралуы мүмкін. Менің авторлық бағдарламам жалпы 8-9 класстың оқушыларына арналады. Бұл жерде күнделікті сабақта емес, элективті курстар және вариативті сағаттар ретінде берілген сағаттарға арналады. Осы орайда балалар интернеттен алған әрбір ақпараттарды жаңағы нақты екенін зерттей отырып, дәлелдей отырып, жаңағы фейк түрінде келетін жалған ақпараттарға сенбеу үшін өздері осындай әдіс тәсілдерді қолдана білу мақсатында жазылған болатын. Мен осы орайда өзімнің жазған авторлық бағдарламамды конференцияларда және сол сияқты Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрлігінің 514 бұйрығында белгіленген 119 орындағы озат білім жаңағы журналына да жариялаған болатынмын. Сұрақтарыңыз бар ма? Менің жалпы осы авторлық бағдарламам туралы сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Анар Тұрсынай, рахмет. Әріптестер, сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Жақсы, рахмет. Әріптестер, бізде 8 минут уақытымыз, егерде уақыты бітіп қалатын болса, жаңағы сілтемемен тағы да қосылуларыңызды өтінеміз. Келесі сөз кезегі Шыңғолжа Батыр атындағы орта мектебінің химия пәні мұғалімі, педагог зерттеуші Қабдолданова Анар Тұрсынбековнаға сөз кезегі беріледі. Біз 5 минут қойғаны. Сәлеметсіздер ме, қымбатты әріптестер. Мен Ақмола облысы білім басқармасы Аягөз ауданы білім бөлімінің Шыңғолжа Батыр атындағы жалпы білім беретін орта мектептің химия пән мұғалімі Қабдолданова Айнұр Тұрсынбековна. Сіздерге бүгін мен химия сабағында қалыптастырушы бағалау тапсырмалар жинағының авторлық бағдарламамды ұсынбақшымын. Авторлық бағдарлама негізінен 34 сағатқа арналған 8-11 сыныптардың арасындағы сабақта пайдалану мақсатында жасалған бағдарлама болып табылады. Бағдарлама өз кезегінде 1 жылдық жоспарды қамтиды. Бағдарламаның негізгі мақсаты химия пәні бойынша алған білім білік дағдыларын оқу үдерісі барысында жүйелі түрде қалыптасуын бақылау, оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтау және дер кезінде кері байланыс беру. Авторлық бағдарламаның негізгі маңызы қалыптастырушы бағалау оқушының оқу барысындағы жетістіктері мен қиындықтарын анықтауға мүмкіндік береді.
Бұл оқушының өз білімін бағалауға, қателіктерін түзетуге және пәнге деген қызығушылығын арттыруға ықпал етеді. Мұғалім үшін оқыту әдістерін жетілдіру негіз болып табылады. Жалпы авторлық бағдарламаның мақсаты мен міндеті айқындалғаннан кейін оқушыларға тапсырма барысында авторлық бағдарламаны қалай қолданып, қалай шұғылдану керегі айтылады. Жалпы авторлық бағдарламаның негізгі міндеті оқушылардың тақырыпты меңгеру деңгейін арттыру, теориялық білімдерін тәжірибеде қолданып, дағдыларын дамыту, сыни ойлау және зерттеушілік қабілеттерін қалыптастыру, уақытылы кері байланыс беру арқылы оқыту сапасын арттыру. Бұл бағдарлама арқылы мынандай нәтижелерді күтуге болады. Оқушылар химиядан алған ұғымдар мен заңдылықтарды дұрыс түсінеді. Есептер шығару мен тәжірибелік жұмыстарды орындау барысында дағдылары дамиды. Химия пәніне деген қызығушылығы мен оқу мотивациясы артады. Жалпы қалыптастырушы бағалаудың бірнеше түрлері бар. Бірақ мен бүгінгі авторлық бағдарламамда оқушылар үшін тиімді және дұрыс нәтиже беретін қалыптастырушы бағалаудың бірнеше әдістерін енгіздім. Соның ішінде атап айтатын болсақ, дұрыс бұрыс тұжырымдар, сәйкестендіру тесі, бос орындарды толтыру, суретпен жұмыс, шағын тест, қателіктерді тап, химиялық диктант, заттардың атын ата, химиялық заттардың формуласын тап, 1 минуттық эссе, теңдеуді шеш, түстерді анықта сияқты тапсырмалар берілген. Бұл тапсырмалар оқушылармен жұмыс кезінде өте жүйелі орын алады. Оқушылармен жұмыс кезінде оқушылар бұл тапсырмаларды аса қызығушылықпен орындап, нәтижеге жетеді. Жалпы қалыптастырушы бағалау оқушылардың тапсырманы орындап, мұғаліммен бірлесе жұмыс істеуінің негізгі кепілі болып табылады. Жалпы қалыптастырушы бағалауды мынандай бөлімдерден тұрады. Бірінші бейорганикалық химия, екінші органикалық химия. Яғни бұл бағдарламаны 7, 8, 9 сыныптарда бейорганикалық химияға пайдалануға болады, ал 10, 11 сыныпта органикалық химияға пайдалануға болады. Жалпы бұл бағдарламаны пайдалану барысында мен көптеген нәтижеге жеттім. Оқушыларым аудандық, облыстық, республикалық жарыстардан орын алды. Бұл авторлық бағдарламаны сіздерге қолдануға кеңес беремін. Авторлық бағдарламаны туралы қорытындылай айтатын болсам, қалыптастырушы бағалау тапсырмаларына арналған бұл авторлық бағдарлама оқу мақсатына жетудің маңызды құралы болып табылады. Нәтижесінде оқу сапасы артып, білімнің беріктігі қамтамасыз етіледі. Оқушының оқу барысындағы жетістіктерін айқындап, алға қарай бағыт бағдар беретін маңызды педагогикалық құрал болып саналады. Оқушының жеке қабілеттерін ашуға мүмкіндік беріп, химиялық білімді саналы әлі нәтижелі меңгеруіне ықпал етеді. Мен осы авторлық бағдарламаны қолдану барысында оқушылардың ойлау дағдысының артқанын байқадым. Яғни 80% оқушылар тақырыпты жақсы меңгерген, білімді жетік түсінген болып табылады. Сіздерге де осы авторлық бағдарламаны қолдануға кеңес беремін. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Айнұр Тұрсынбековна, рахмет. Әріптестер, сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар. Қазір осы зумымыз осы уақытына келіп қалды. Қазір өшіп қалуы мүмкін. Сұрақтарыңыз бар ма? Әріптестер, сұрақ қойып отырыңыздар. Уақыт болып қойды ғой жаңыз. Сұрақтарыңыз жоқ па, әріптестер? Енді бізде тағы бір мұғалім бар, оны жаңа сілтемемен бастайық. Сұрағымыз жоқ, құрметті әріптестер. Рахмет, өте жақсы.